Сақтар денесіне татуировка салыпты. Ойлаш, 2,5 мың жыл бұрын оларда тату шебері болған ғой. Қалам баламнан Еуразия даласындағы алғашқы татуировкалар туралы қызықты ақпарды қабыл ал. Мынау біздің заманымызға дейінгі 4-3 ғасырларда өмір сүрген адамдардың терісі, олардың мүрдесі Таулы Алтай өлкесінің Үккөк таулы үстіртіндегі обалардан табылған. Мәңгі тоң басқан жерде жатқандықтан Парадарая сақтарының мумиялары біздің заманымызға дейін жап-жақсы сақталған. Бұл аймақта кезінде паршылар айтпақшы, теңіздің арғы жағындағы скифтер өмір сүрген. Сонымен 1947 жылы табылған ер адамның денесі иығынан бастап аяғына дейін толған татуировка. Аң стиліндегі өрнектердің арасынан қой, ешкі, балық, грифон мен бұғыны көруге болады. Ал 1993 жылы табылған әйел адамның сол қолы мен иығында осы тектес бірнеше татуировка болған. Ғалымдардың айтуынша, тату шебері алдымен ине немесе үшкір сүйек пен теріні тесіп отырып сурет салған, сонан соң өртенген өсімдіктің күлі немесе көмірмен май аралас қоспа жаққан болса керек. 2,5 мың жыл бұрын сақтар бұл татуировкаларды не үшін салған? Қалай ойлайсың?